Ал бизнесті қорғау жобасы аясында заңды тұлғаларды департаментке шақыру дерегі азайған. Ал жауап алуға 2 реттен көп шақыруға жол бермеу алгоритмі іске асырылып жатыр екен. Спикердің сөзіне сенсек, қазір тергеу әрекеттерінің 90% бейне жазба арқылы жүргізіледі. Бүгінде барлық тергеу орындары бейне камералармен жабдықталыпты. Тергеу рәсімінен тыс кәсіпкерлерден құжаттарды сұратуға да тыйым салыныпты. Жыл басынан бері заңды тұлғалардан департаментке 133 арыз шағым түскен. Оның 76% қанағаттандырылыпты. Контрафактылық өнімдердің азаю-азаймау бұл барлық экономикалық қылмыстар, латентті қылмыстар болғандықтан бұны ешкім жария қылып жасамайды. Бұның есептеу өзінің индикатор статистикасы бар. Сол статистикаға сүйенсек, көлеңкелі экономиканың Шымкент қаласында 19,9%-дан 18,8%-ға 1,1%-ға біз 2024 жыл түсірдік, қол жеткіздік. Бұл біздің кішігірім көрсеткішіміз. Ал енді өздеріңіз осы қаланың тұрғынысыздар ғой, кез келген дүкенге барып көресіздер. Біздің сенім телефондар бар. Күмән тудыратын сапасы онша емес. Мысалы, қандай химиялық заттар болсын, қандай қолданыстағы тауарлар болсын, сол затымен бірге ұсынсаңыздар, біз де оған оперативно реагировать ете аламыз. Бір. Ал контрафактылық тауарлардың төмендемеу, біз қазіргі таңда жаңағы желге есігендей болмай, біз превентивті шараларға қатты назар аударамыз. Біздің Шымкент қаласының жұмысы сол жерде оң бағаланды. Себебі кез келген олардың бізге кеп түскен сигналдарын біз автоматически реагировать етіп, соның алдын алып, мысалға мотор майлары бар. Мынау қазір элементарны автокөліктеріңізге айна терезесіне шашатын жаңағы сулар бар, білесіздер, осылардың бәрін контрафактылық продукциялармен күресіп жатырмыз біз.